Саламатсыздар ма? Студенттер, бүгін кезекші. Тоқтар, жоқ, үй тапсырмасын психология. Үй тапсырмасын. Саламат болу мен сіздерге үй тапсырмасын бойынша карточкалерді берем. Бағалау парақшаларында қазір сонымен осы сіздерге бағалау парақшасында тапсырам. Сол бағалау парақшасына өздеріңіз тапсырмаларды, берген тапсырмаларды сол жерге қазір әр топ өзіңде топ мүшелері бәрі толық жазасыздар да ішіне, сосын сол бойынша балдарыңызды, ұпай сандарыңызды қойып отырасыздар. Үй тапсырмасын. Бағалау парақшасын тапсырам, сол бағалау парақшасына топ іштегі өздеріңіз студенттер жазып алыңыздар. Сосын барып сол бойынша қазір сабақ бастан аяқ сабақтың соңында осы бағалау парақшасы бойынша сіздерден мені ұпай сандарымен жазылған бетшені аламын. Жақсы. Үй тапсырмасы бойынша кім дайын айта беріңіздер. Кімші топ бойынша. Там болады, это ну? Сразу бір читам решим. Яғни галоген алғанда дегеніңіз не, олардың жалпы формуласын жазып мысал беріңіз. Және матрицаларымыз жазып тұрады. Қалада бір немесе бірнеше сутек атомы галоген атомынан флор, хлор, бром, йод алынған күміс құрамында Крапов формуласы Rx. Мұнда R алкил тобы X қалай? Алкил тобы? Мысалы өз соңында жауап бергендерге ұпайларды қоймау, дайын сен өз соңында жауап бергендер. Келесі сұрақ бойынша кім айтады? Галоген алкандарды алыну жолдары, олардың кемінде екі әдісін айтады. Галоген алкандарды алыну жолдары. Бізде спиртті алуымен галоген алкандардың мына жерде осындай жерде ашқылық қойып ашқылық Так, ағай, бұл біздің галоген алкандар туралы алдын өткен тақырыптағы бізді үй тапсырмасын пысықтауымыз. Енді біздер жаңа тақырыпқа жалпы спирттер деген тақырыпта спирт деген сөзді естігенде ойлануға не түседі? Не ол спирттер дегеніміз? Спиртті сіздер көрдіңіздер ме жалпы? Көрдіңіздер ме? Қайдан көрдіңіздер? Қандай еді? Антисептик ретінде. Спирт қайда қолданылады деп ойлайсыңдар? Спирт қайда қолданылады? Спирт қайда қолданылады? Яғни жаңа айтып медицинада қолданылады сосын, тұрмыста қолданылады сосын, өндірісте қолданылады, Қайдан не біледі? Ол екіншісі. Спирт қайда қолданылады деп ойлайсыңдар? Яғни жаңа өздеріңіз айтқандай. Антисептик ретінде қолданылатын спирттің құрамында не бар? Спирт бар, яғни оның құрамында спирт бар екеніміз білеміз. Спирттің иісі қасиеті қандай? Иісі қасиеті қандай? Иісі қандай ол? Жоқ, иісі қандай болады? Қандай болады иісі? Яғни бұлардың өздеріне тән иістер бар. Яғни сіздер, міне спирттер дегеніміз, мысалы мынаны кәдімгі барлығымыздың үйімізде бар шығар деп ойлаймын. Бүткіл өзіміздің үйдегі бұл этил спиртті өзінің процент құрамымен мен алам, сендер жаңа айтып отырған антисептиктер, яғни ол
дәліздерін тұрған керек. Яғни бүгінгі жаңа тақырыбымыз осы спирттер, бүгін параграф 86-шы параграф 153-ші бетте параграф 86-та спирттердің жіктелуі және химиялық қасиеттері жаңа тақырыпты жазып береміз. Тақырып жазды. Химиялық қасиеттер, яғни біз осыған дейін құрамы екі элементтен тұратын көміртек және сутектен тұратын органикалық қосылыстармен таныстық. Енді бүгінгі жаңа тақырыбымызда, яғни бұл екі элементтен де басқа, мысалы OH тобы бар заттармен танысамыз, яғни олар оттекті органикалық қосылыстармен танысамыз. Былай деп жазып қойыңыздар. Яғни олардың құрамында оттек атомдарының қосылыстарының функционалдық өзінің топ құрамында болады. Функционалдық топ деп жазып қойыңыздаршы. Функционалдық топ біз бұған дегенде өткен болатынбыз, яғни күміспен танысты. Функционалдық топ деп қосылыстардың берілген класының функционалдық топ деп қосылыстардың берілген кластың химиялық қасиеттерін анықтайтын атомдар тобын айтамыз. Жазып алдық па? Функционалдық топ. Яғни функционалдық топ бізде гидроксил тобы, яғни OH гидроксил тобы. OH гидроксил тобы. Жазып па? Яғни спирттер деп құрамында бір немесе бірнеше сутек атомдар гидроксил тобына алмасқан көмірсутектің туындысын атаймыз. Яғни спирттер құрамында OH гидроксил тобы болады. Немесе С2H5 OH бұл не қандай спирт? Метил спирті, этил спирті. Жазылыңыз да. Этил спирті. Спирттердің жалпы формуласы деп жазып қойдым да. OH немесе оны бізде OH жазып қойдым. Яғни OH гидроксил тобымен байланысты. Бұл спирттерде гидроксил тобына қарай, олар спирттер бізде бір атомды спирттер және көп атомды спирттер деп бөлінеді. Яғни көміртек атомының түріне қарай біріншілік спирт, екіншілік спирт, үшіншілік спирт деп бөлінеді. Спирттердің физикалық қасиеті, яғни молекуласында көміртек атомының саны 15-ге дейін. Спирттердің барлығы суда жақсы жеңіл ериді, оңай ериді. Яғни пропен спиртіне дейін спирттер сумен кез келген қатынаста араласа алады. Ал молекулалық массалар өскен сайын олардың спирттердің суда ерігіштігі кішкене азайып бастайды. Химиялық қасиеттері деп жазып қойғанымыздар. Химиялық қасиеттері. Химиялық қасиеттері. Жалпы жазып қойды ма химиялық қасиеттер? Жалпы спирттердің қышқылдық қасиеті әлсіз болғандықтан олар сулы ерітінділері индикаторда олар түсін өзгертпейді. Бірінші деп жазып қойыңыздар. Бірінші сілтілік металдармен әрекеттесіп, олар алкагольдтар және сутек түзеді. Алкагольдтар CH3OH, натрий, CH5
натрий, яғни натрий метилаты, су сутегі базы түсіреді. Бірінші жазып келесі химиялық қасиетіміз галоген сутек қышқылдармен әрекеттесіп, көмірсутектер галоген туындылары түзіледі. Яғни этил спирті тұз қышқылымен әрекеттесіп, хлор, титан және су түзіледі. Жазылып қалды. Алайда келесі химиялық қасиеті дегидратация, яғни су бөлініп шығу реакциясына түседі, нәтижесінде сәйкес алкандар түзіледі. Ары қарай тотығу реакциясына түседі, яғни бірінші спирттер тотыққанда альдегид түзіледі, яғни ацетальдегид түседі. Бұл жерде ал екінші спирттер тотыққанда бұлардан кетон. Ары қарай этерификация реакциясына түсіп, бұлар күрделі эфирлер түзіледі. Күрделі эфирлер түзіледі. Жазылымда, яғни этерификация реакциясы. Яғни бұлар спирттердің қасиеттері. Яғни жаңа айттық, сіздер бәріңізді білетіңіз болса, С2, H-мынау этил спирті, яғни медициналық. Біздерге бұл жалпы спирттердің судағы ерітіндері, әртүрлі процесс ерітіндері мысалы белгілі. Мысалы 80-90% ерітіндісі, 40% ерітіндісі. Басып ба? Ары қарай енді мына жерде осы спирттердің жіктеу берілген заттарды тиісті топтарға орналастырады. Яғни бір атомды спирттер, көп атомды спирттер, мына жерде бір атомды спирттер. Мысалы мына жерде асты формулалар тұр, мына жерде белгілі формулалар тұр. Соны апарып мына ұяшықтарға салып көрсек. Ұяшықтарға салып көрсек қазір. Спирттерді. Қарайықшы, мына жерде кестемен танысаңыздар, қараңыз, бір атомды спирттер, көп атомды спирттер. Бір атомды спирт болса, мысалы жаңағы уаш. Кім орындайды? Тапсырманы орындайықшы. Бір атомды спиртті жаңағы қайсысы? Бір атомды спиртті. Кулатный саж 45 келесі бірінші спирттер. Қайсысы? Екінші спирттерге қайсысы? Үшінші спиртке қайсысы? Яғни біздер яғни енді мына жерде нобельсі өзінің қолында кімдер шықты, солар қалай жазған тапсырмалар үшін өзі сол жерге қойып отырсың. Келесі тапсырмамыз бізде, яғни біздер мына жерде берілген формула бойынша спирттерді орналастырдық. Келесі топтық жұмыс бұл жерде берілген реакцияларды аяқтаңыздар. Яғни мына жерде реакциялар беріліп тұр, сіз шыққан өнімін жазасыздар. Кім орындайды? Сен оны айтып. Шыққан өнімін жазып тұрады. Мына түгел басынан бастап жазып. Сәйек ашып өсіп, күн спирт. Қандай
Әрдайым шыққан өнім сразу жазған, мына жерге алып берсін, мына тақтаға тұрамыз. С-H плюс OH плюс натрий. Мына көшіп жазда шыққан өнімді жазамыз. Бірінші мысал оқырыңызшы ма, біріншісін. Құрылымы біріншілік спирт, екіншілік спирт, үшіншілік спирт дейді. Құрылымдар оларға қандай болады? Құрылымы K2O. Иә, көміртек пе? Мұнай топтарда алдегі карбон қышқылы. Яғни, сен екіншісіне яғни олардың тотығы біріншілік спирттер оңай тотығады, альдегидтер өлінеді, сосын карбон қышқылдар. Ағай, ал мысалын келтіріңіз. Мысалы, этанол K2H2K, С2H. С2H5OH. С2H5OH. Яғни этанол спирті немесе этил спирті. С2H5OH. Қайсы сүй жаздым ба? Так, келесі оқулықты жұмыстар, оқулықта наша қойыңдар. Так, оқулықта 158 бет наша қойыңыздар. 158 3,3-диметил пентанол 2 деген спирттердің құрылымдық формулаларын жазыңдар. Так, кім жазады? Кім жазып береді? Өз еркімен тақтаға шығам дейтін ба ма? Бутанол 1, 2, отырған олар қиын тұта немесе олар әдетте көп жағдайда тұтықпайды. Так, біріншілік спирттер керек. Мысалы, екіншілік спирттер, мысалы, мына жерде не? Так, С3. Екіншісінде ал шығармын. Орындарында мәселе қалады. Метил радикалын жалғай. 2 метил бутанол 1 деп тұр. Нұрмесе қайсыны орындай берсін? 3. Жазба. Жазба. 2 метил. Үстін нөмір дейміз. Үстін нөмір. 2 метил бутанол 1. Қараңыздар тақтаға. Формуланы кәдімгі күндегіше жазып алды, үсті нөмір дейсіңдер. Содан кейін 2 метил, екінші 2 С3 метил радикалын жазады. Ағай, осы астықпен жазады. Так, екіншісін кім орындайды, екінші тапсырмасын. Дұрыс нөмір отырады. 3,3-диметил пентанол 2 дейді. Жамбыл шығады. 3,3-диметил пентанол. Мен барып сөйлеп мына айласын салып жібердім. Нұргүлдің сүріп жібердім атын жазалып. Сен қыстырып. Нұргүлдің қалады саш алып. Айласы көміртегі арасында. Сын арасында. Көміртегі арасында. Так, 3,3-диметил. Так, на жерде bir спирттер ғана не болады? Я может так жазған өз ойларыңызды білдіріп, шағын ғана кішкентай ой толғау сияқты кішкентай 5-6 сөйлеммен 4-5 сөйлеммен болса да жазып бересіңдер. Жазыңдар, спирттердің тұрмыста қолданылуы
шағын тапсырма, яғни ақпарат жинайсыңдар. Этанолдың адам ағзасына әсері, яғни этанолдың адам ағзасына әсері. Қойылымды şimdi байланыс алып. Саян жоқ, түсіндің бе? Түсінбедің бе? Түсінсең үйге тапсырманы келесі сабақта осы тапсырмаларды жазып орындап келесіздер. Жаңа есептер бәрін жазып алыңыздар. Рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.